Сәлем оқырмандарым, каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен үшін кеудемді жаншып, жан дүниемді астаң-естен кеткен бір оқиға бар өмірімде. Жан дүнием ғана емес, өкпе бауырым, жүрегім, денемнің парша-паршасы шығып, 100 бөлікке бөлінгендей күйдемін. Осындай сезімді бастан кешіріп жатқаныма бірнеше жылдың жүзі болды. Қаншама жыл бұрынғы жүрек жарасын емдеумен, оны айықтыру үшін қаншама күш-жігерімді сарп етіп, 40 жамау етіп жүрек дерттерін жамағандай болғаныммен, сол сырқаттың орны оқта-текте ашып, сыздап ауырады. Бұл оқиға мені бомба астында қалғандай, айықпастай дертке ұшыратты. Ақыл-есімді де жоғалттым. Бала деген анаға бақыт сыйлап қана қоймай, осындай адам төзгісіз азапты да сыйлай алады екен. Оқиғамды басынан баяндап берейін. Сонда неліктен менің жүрегімнің жаралы болғанын түсінесіздер. Жолдасымыз екеуміз сол баяғы өлкелік түсініктердің кесірінен құрбандық болғанбыз. Мен оңтүстіктен, ол солтүстік өңірінің тумасы. Бірақ бір елдің тумасы болсақ та, жергілікті менталитетте айырмашылықтар болды. Ол айырмашылықтар біздің махаббатымызды бәсеңдете алған жоқ. Екеуміз ұлан байтақ жеріміздің екі шетінен келіп, Астанада тоғыстық. Осында білім алдық. Бір-бірімізбен танысып, табысып, отау құрдық. Біз ештеңеге қарамай бақытты едік. Арамызда үлкен сезім, махаббат бар жерде біздің тыныштығымызды ешкім ұрламайды. Бізге ешкім бөгет болмайды деп ойлаушы едік. Бірақ адамның ойлағанындай болмайды екен бәрі. Біздің үйленуімізге енем алғашында қарсылық білдіргенімен, кейін жолдасымның айтқанынан қайтпай тұрып алғанын көрген соң амалсыздан келісім берген шығар. Екеуміз үйлендік, салтымызға сай құдалықта тойда өтті. Қалың мал да болды, ал солтүстік жақта қалың мал берілмейді ғой. Ал менің әкем салтымызға сай қалың малды сұрады. Соған кежегесі кейін тартып, мені онша ұната бермейтінін аңғартып қоятын еді енем. Сонда да оған мән бермедім, өкпесі жазылар, кейін аралары дұрысталып, бір-бірімен тату-тәтті болып, құдалар болып сыйласып кететін шығар деген үмітім болды. Осылай жүріп болдық. Бесік тойымды жасауды да енем білмеді. Бірақ менің анам қазақы салт бойынша қызымыздың алғашқы баласы, жиенімізге бесік апарамыз, осылай етесіңдер, осынша адам барамыз, бізге лайықты сый-құрметін көрсетіп, сый-сияпат жасауыңыз керек деп анам өзі түсіндіріп жатты. Бәлкім шынында да ата-анамдікі артық болған шығар, әлде қазақтың салт-дәстүріне сай барлығын дұрыс орындады ма? Қазақылықтан мүлдем жат араласу, есік төр көрсету дегенді білмейтін енем бізді билеп төстеп кетті деп ренжіген шығар, оны да түсінемін. Бірақ ол да айтуына болатын еді ғой, бізде мұндай салттар жоқ, біз өз дегенімізбен жүреміз, сіздер араласпаңыздар деп жылы жабуға болатын еді ғой деп ойлаймын. Есесіне менің әке-шешемде кеткен өші бар ма, әлде шынымен де менің өзімді жек көре ме? Мені көрсе қабағы тырысып, жанындағы адамдарды да өмірден түңілтіп жіберердей болады. Біз үйленген соң ауылда көп тұрмадық, енем де қолында ұстауға құлшынып тұрған жоқ. Оңтүстіктегідей келіндік қызметін жасау керек, ата-ененің қолында кем дегенде 1-2 жыл тұру керек деген тәртіп жоқ мұнда. Содан күйеуім екеуміз Астанада бөлек тұрып жаттық. Бірақ жылдан соң сәбиіміз өмірге келді. Біз ұлым екеуміз перзентханадан шыққан соң 40-мыздан шығарып күтімімізді жасаған өз анам болды. Енем балаға қарай алмаймын, күтімін де білмеймін деп басын ала қашқан соң анамды шақыртқан болатынмын. Жас босанған анаға әрине ерекше күтім қажет. Осылай анам 1 айға жуық уақыт қасымда болып, өз-өзіме келіп, балаға қараудың тәсілдерін үйретіп ауылға қайтты. Әрине бала біраз өскенше қиын болды. Анамды да ұзақ уақыт жанымда ұстай алмаймын. Оның да өзі үйі, шаруалары, менен де басқа балалары бар. Сондықтан ауылға кетсе де менімен жиі-жиі хабар алып, жағдайымды сұрап тұрды. Кейбір нәрселерді түсінбей жатсам анамнан сұрайтынмын. Содан балапаным өсіп жатты. Ұлым 3 айға толып тәтті қылықтар шығара бастағанда енем келді ауылдан. Енем енді бұрынғыдай емес, маған да жылы сөйлеп баламды еркелетіп отырды.
Немере арамыздағы осы тоңды жібіткен ғой деп мен де қуандым. Әрине жылы қарым-қатынас кімді де болса қуантады ғой. Одан кейін енем ауылдан жиі-жиі келіп тұратын болды. Қарым-қатынасымыздың жақсарғанына қуанып мен жүрмін. Енем келсе балам да қуанып, екеуі бір-бірінің тілін түсініп, әжесі мен немересі болып жарасым тауып отырғанда мен де сүйсініп, Құдайға шүкір, сабыр етсең барлығы да болады екен ғой. Енем де жібіп бұрынғы ісінің дұрыс болмағанын кеш те болса түсінді ғой әйтеуір деп жүрдім. Солай әбден барлығы реттеліп жақсарған кезде енем бір күні немеремді ауылға алып кетейін. Қалада қиын ғой, өздерің пәтер жалдап тұрасыңдар. Жалғыз ғана ұлымның тапқаны жетпейді ғой, екеулеп жұмыс істеңдер, баланы мен бағып берейін. Сағынсаңдар келіп тұрасыңдар, болмаса өзім әкеліп тұрамын деп тосыннан ұсыныс айтты. Кейбір келіндер мұндай ұсынысқа қуанушы еді. Менің де қуанатын жөнім. Баланы әжесі қарап берем, жұмысқа жық деп отырса, қуануға болады ғой. Ал мен неге екенін білмеймін. Жүрегім зырқ ете түсті сол сөзді естігенде. Баламды менен мәңгілікке тартып әкететіндей түйілген болатын. Ана жүрегі шынында да сезеді екен ғой. Жолдасым да қаражат жағынан қиналып жатқанымызды айтып, бір айдан соң қайтып өзімізге аламыз болмай жатса, көрейік деп келісім берді. Жолдасым айтып жатқан соң мен де оған қарсы шықпадым. Жарайды деп көнген болатынмын. Солай енем баламды ауылға алып кетті. Жүрегім тыныштық таппай жүрдім. Жұмысқа орналасып алсам да балама алаңдап, күн сайын хабар алып тұрдым. Сөйтіп жүргенде 2 айда зулап өте шықты. Ұлымызды сағынған соң бір барып көріп келдік арасында. Содан кейін ғана жүрегім тынышталғандай болып еді. Арада 2 апта өткенде енем баламның суға ағып кеткені жайлы қаралы хабарды жеткізді. Жүрегімді қолыма алып қалай жеткенімді білмеймін. Баламды іздеп жатырмын. Бірақ оны маған көмек көрсеткен жоқ, мүрдесі табылған жоқ деді. Баламды өзіме беріңдер, мен сенбеймін, ол тірі деп шырылдап жыладым. Ешкім мені тыңдамады. Басу айтып жатыр. Сонымен мең-зең күйде болдым. Оны өлді дейді, бірақ менің жүрегім оған сенбеді. Олардың барлығы баламды менен жасырып қойып, ойын ойнап отырғандай көрінді. Солай Астанаға қайтарып жіберді бізді. Неге екенін білмеймін, балам сол жақта жүргендей болып түйіле берді. Бір күні үстінен түсетіндей болып ешкімге ескертпей ауылға бардым. Сол кезде енем алдымнан шығып, баяғы жылы сөзі жоқ, қатқыл қарсы алды. Қарсы алған жоқ, есіктен кіргізбеді, қуып шықты. Сонда да мен қайтпадым. Араға 4-5 күн салып, 2 күн салып пара бердім. Астана ауылға жақын жер емес, сонда да тынбадым. Баламның не өзін, не мүрдесін көзбен көрмейінше жаным тыныштық таппай аласұрдым. Күйеуім де мені алдайтындай, менің алдымда кінәлі адамдай елпектейді. Жұмысқа да шықпай жатып қалдым. Күйеуімнің тапқанында ас-ауқатқа жұмсауды білмедім. Маған бәрібір болып қалғандай еді. Бірақ уақыт өтіп жатыр. Күйеуім жұбатып, біздің әлі көп баламыз болады. Қамықпа, көп ойлана берме дейді. Қайдағы қамықпау, қайдағы ойланбау, сол тұңғышымды мен бір сәтке есімнен шығармадым. Сүйікті оқырмандарым, бұл оқиғаның жалғасын келесі шығарылымда тыңдай аласыздар. Оқиға ұнаса, каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет.